бәріне сәлеметсіздер, сіздер мен Казмен. Ана жолғы Тачки 2 мультфильмдегі қателіктер деген видеода 2 күнде 3000 лайк жинадыңыздар. Мен сіздерді бұлай тез жинайды деп ойламаппын. Енді міне сіздерге Тачки 3 мультфильмдегі қателіктер іздедім. Егер сіздер Тачки 1 немесе Тачки 2 мультфильмінде қателіктер көрмеген болсаңыздар, көріп кетіңіздер, оң жақ үстінен шығады. Егер осы видеода 4000 лайк жинасаңыздар, мен сіздерге Шрек мультфильмдегі қателіктер табатын боламын. Давайте, сендерге сенемін. Достар, ескертемін, мен бұл видеода Тачки 3 мультфильмін жамандап жатқаным жоқ. Тек қызықты жерлерін, қызықты сәттерін және қателіктерін табатын боламын. Бұның бәрі ойын-сауық мақсатында түсіріп отыр. Ал олай болса, видеоны көреміз. Маквин мұнда келіп, дөңгелегін ауыстыруға тоқтайды. Үстінен көрткенде Филмер Маквиннің қасына келеді. Басқа кадрдан көрткенде өз орнында тұр, жақындамағандай тұр. Маквин мен Шторм сөйлесіп жатыр. Маквиннің сол жағына қарасақ, дөңгелектің іздері жоқ, жол тап-таза. Одан кейін Шторм кетіп қалған соң, дөңгелектің іздері пайда болады. Тағы да уақыт баяулады, ал уақыт баяулаған кезде жан-жағы да баяулайды. Мына көліктерге тиісті емес сияқты. Олар мұнда айдап бара жатыр. Менде метрмен де қателік бар. Көліктерді үстінен көрсеткенде метрға қарасақ тротуардан түскенін байқауға болады. Ал жерден көрсеткенде ол енді ғана түсейін деп жатыр, бірақ соның өзінде де түспеді. Терлин мұнда теледидардың сол жағында тұр. Басқа кадрдан көрсеткенде теледидардың алдында тұр. Одан кейін қайтадан сол жағында тұр. Крузда қателік бар. Крузын оң жағына ғана номер қояды. Бірақ жарыс кезінде сол жағынан да номер пайда болыпты. Мына көлік пен Маквин ара қашықтығы 5-6 сантиметр, ал келесі кадрда Маквин көрінбейді. Тағы да міне ара қашықтығы уже 1 метр. Бірінші кадрмен салыстырғанда әжептәуір алыстап кетті. Круз мұнда сөйлесіп тұр. Оның астынан ақ сызық өтіп тұрғанын көруге болады. Бірнеше секунд ақ сызық оның артында. Қара көлік Молния Маквиннің артқы бамперінің қасында тұр. Сөз ортасында болмағанда жоғалып кетеді. Мына жасыл көлікке мұқият қараймыз. Ол басында мына көліктің артында тұр. Одан кейін майдардың қасына келіп тұра қалыпты. Мультфильм соңындағы жарыста Молния Маквинге қарасақ, оның сол жақ есігінде жазу ғана. Кадр ауысты. Жазудың орнына найзағай пайда болады. Осымен қателіктер бітті. Егер Шрек мультфильмінен қателіктер көргілерің келсе, осы видеоға 4000 лайк жинап тастаңыздар. Достар, мен сіздерге ана жолғы Темір адам 2 фильмде қателіктер қалдырған болатынмын. Ең бірінші жауап тапқандар осылар. Осы видеода мен сіздерге қателік қалдырдым. Көреміз. Против. И, наконец, принял решение. Ну, поедешь на гонку? Ну, конечно. А что, кто-то сомневался? Таптыңыздар ма? Тез жазамыз. Мүмкін сен мен видеомда шығасың. Және каналға жазылып, қоңырашаны басамыз. Қоңырашаны бассаңыздар, видеомды өткізіп алмайсыздар. Сіздер мен болған Казмен, қош сау болыңыздар.